Barşаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен ерекше палау әзірлейтін боламыз. Каналға жазылып кетіңіздер. Ең алдымен осылай жуылған етімізді қызып тұрған майға бүтіндей салып, екі бетін жақсылап қуырып аламыз. Етіміз қуырылып жатқанда палаудың пиязын, сәбізін ашып, пиязын турап салатын боламыз. Сәбізімізді қалың емес, жұқа емес, орташа көлемде турап салатын боламыз. Сәбізімізді салып, етімізді қуырып, күрішімізді мұздай суға жуып, мұздай суға тұндырып қоямыз жарты сағаттай. Мінекей күрішімізді жуып, мұздай суға тұндырып қоямыз жарты сағаттай. Сонда күріш езілмейтін болады. Күрішімізді салып, суын құйып, 20-25 минутта бұқтырамыз. Міне асымыз дайын. Палауды ыдысымызға саламыз. Бетіне жақсылап еттерін қойып, палауымыз дайын болды. Ас болсын.